Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын қантты бәліштің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстіне қантымызды және ашытқымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, бетін жауып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Таза ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Үстіне тұзымызды қосып, майымызды кішкене жібіту үшін қасықпен немесе венчикпен жақсылап араластырамыз. Майымыздың үстіне жұмыртқамызды бір-бірден жарып қосып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала дайындап қойған ашытқымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді бетін ас пленкасын жауып, 45 минутқа немесе 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді формамызды дайындап қоямыз. Форманың диаметрі менде 22 см. Астына пергамент қағазын төсейміз. Қамырымыз осылай 2 есе ұлғайып көтерілді. Енді нанымызды ыдысымыздан алып, алдын ала дайындап қойған формамызға саламыз.
формаға қамырымызды біркелкі етіп, видеодағыдай тегістеп шығамыз. Бетін ас пленкасымен жауып, тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Салқын сары майымызға қантымызды қосып, видеодағыдай шанышқымен еземіз. Сары майымыз міндетті түрде салқын болуы тиіс. Май мен қантымызды езіп болдық. Енді қамырымыз осылай 2 есе ұлғаюы тиіс. Қолымызды сұйық майға, саусақтарымызды сұйық майға матырып алып, нанның бетіне видеодағыдай тесіктер жасап шығамыз. Қатты түбіне дейін батырмаймыз, тек бетіне ғана. Сосын бетіне дайындап қойған сары май мен қантымызды салып шығамыз. Қамырымыздың үстіне май мен қантымызды тегіс салып болдық. Енді алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста жарты сағатта, яғни 30 минутқа пешке пісіріп аламыз. Бәлішіміз осылай көтеріліп пісті. Енді ағаш таяқшамен видеодағыдай тесіктер жасап, үстіне 33 немесе 35% кілегейімізді құямыз. Сосын қайтадан қызып тұрған пешімізге 5-8 минутқа салып қоямыз. Ішіміз пісті. Енді формадан босатамыз. Осымен өте дәмді және өте жұмсақ қантты бәлішіміз дайын. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел.